Сәлем достар, YouTube'да қарапайым экономика арнасы. Амортизация ұғымын түсініп алайық. Бизнесте өндірілген өнімнің өзіндік құнын анықтау маңызды. Мысал ретінде, біз хот-дог сату бизнесін қарастырайық. Бастапқы салым ретінде бизнеске 205 мың теңге қаражат салайық. 200 мың теңгеге аппарат алайық, қалған 5 мың теңгеге хот-дог жасауға қажетті ингредиенттер аламыз. Бір булочканы 10 теңгеден, бір сосисканы 40 теңгеден. Сонда біздің бір хот-догымыздың өзіндік құны қанша болады? Булочка мен сосисканы аппаратқа салғанда дайын өнім хот-дог шығады. Бірақ булочка мен сосисканың бағасын қосып, бір хот-догтың бағасы 50 теңге деуге болмайды. Себебі оған біздің 200 мың теңгеге алған аппарат та атсалысты ғой. Немесе керісінше, аппарат құнын бір хот-догқа қосып, бір хот-дог 200 мың 50 теңге деуге де болмайды. Бұл торықтан шығар жол өте оңай. Біздің жорамал бойынша бұл аппарат бізге 10 жыл қызмет етеді. Яғни аппаратымыз жылына 20 мың теңге құнын жоғалтады. Яғни біз бір жылда 5 мың хот-дог сатсақ, әр хот-дог жасауға аппарат есебінен 4 теңге қаржы жұмсаймыз. Солай әр хот-догтан 4 теңге тапсақ, 10 жылда аппаратымыз өзін ақтайды. Бизнесімізге қайта оралайық. Сонымен біздің хот-догтың әділетті өзіндік құнын амортизацияны қоса есептейік. 10 теңгеге булочка, 40 теңге сосиска және 4 теңге аппарат, яғни 54 теңге. Өздеріңіз байқағандай, актив екіге бөлінеді. Біріншісі ингредиенттер. Олар бізден дайын өнімге айналады. Олардың өзіндік құнын есептеу оңай. Өндіріс циклі қарапайым. Оны оборот деп те атайды. Яғни обороттағы актив. Екінші активіміз аппарат. Ол құнын аз-аздан әр хот-догтан өтейді. Ондай активті обороттан тыс актив деп атайды. Естеріңізде сақтаңыздар. Амортизация тек обороттан тыс активке ғана қолданылады. Қарапайым экономика арнасына тіркеліңіз. Видеоға қолдау білдіріп, лайк басып, комментарий жазып қалдырыңыз. Аман сау болыңыз.